Атышулы Тұрсынбек Қабатовтың басындағы ота не үшін қалай жасалғаны туралы толық мәліметті мөлдір айтып кетті. Яғни Тұрсынбектің басынан қатты жарақат алған себептігі ота болған екен. Кәдімгі айтып отырмын ғой, не сияқты? Кино сияқты. Мынадай қабырғаның бер жағында мен тұрмын. Сонымен ар жағында Тұрсынбек. Менде кейбір немде тұр, фото, видеолар бар. Сөйтіп екеуміз сөйлестік видеомен. Көңіл күйі бәрі реттелген, операция ота жасалған, басында ақ бинтпен орап тастаған. Сөйтіп айтты, кішкене еркелеп қалыппын деп. Әдемі жылы сөйлестік. Көптен бері сөйлеспегеніміз бар, кездеспегеніміз бар. Ал нақты қайда соқты, столға соқты ма, біреу ұрды ма, ол ақпаратты өзі де айтпайды. Білмейсіз. Мен жаңа ойлап, біздің адамдар фантазер. Қалай солай шығарып алған, кім қалай шығарған? Больницадан шықты, үйге келді. Бас сүйегі жарылған болып тұр ғой сонда. Бірақ сіз білмейсіз неден жарылған. 100% домалақ баса адамның басы 25% алған ғой. Ашып, ота жасап, сөйтіп оның өзінің бас сүйегін қайтадан орналастырмайды екен. Сөйтіп Тұрсынбек үйге келген күледі ғой, бас сүйегіңізді аласыз ба десе, қой құрсын, не істеймін оны деп. Сөйтіп ана дәрігерлер біз бұны қойып сақтап қоямыз деп алқапты. Пластик жабыстырған басында. Пластик қояды. Не деп айтушы еді бір, арнайы өздерінің құралдары бар екен. Сонымен сіз білмейсіз, тағы да бұрынғы өтірігіңізге өтірік жамап отырған жоқсыз ғой, бұл жерде ашық айтып отырсыз. Қалай бар, солай айтып отырмын. Үйге келді, емделіп жүрді. Ол кезден кейін ауруханадан келді, үйге? Адам өзі, ер адам әсіресе өзіне кішкене басында күн туса, кішкене проблема болса, өзінің әйелін іздейді. Ондай бар енді. Бірін өзім күлем ғой. Тұрсынбек, сен неге сондайсың деп. Енді өнер адамдар ауырмайды деген заңдылық жоқ қой. Бұл да